Диалогтың бүгінгі қонағы Ақсұлу Құлмағанбетова, білім беру саласының сарапшысы. Еңбек жолын ауыл мұғалімі болып бастаған. Назарбаев интеллектуалды мектебінде 10 жылдан астам қызмет етті. Қазақ тілі оқулықтары мен бағдарламаларын әзірлеуге атсалысты. Пандемия кезінде онлайн мектеп бағдарламасын жасауға қатысты. Назарбаев университетінің магистранты. Ақсұлу ханым, қазіргі таңда баланың қазақ тілін үйренуге деген қызығушылығын арттыруда қандай да бір құпиялар бар ма жалпы? Жалпы тіл үйренуде біз баланың психологиялық жағдайын ескеруіміз керек деп ойлаймын. Негізінде жаңағы қазіргі таңдағы теориялар мынаны айтады. Жалпы ана тілі ретінде қарастырайық, иә. Баланың тілді үйренуі, дыбыстық толқындарды үйренуі анасының жатырынан басталады. Яғни анасының ішінде жатқан кезде сол тілдің дыбыстық толқындарын қабылдайды екенде, бала дүниеге келген сәтінен бастап тіл үйрене бастайды. Яғни алғашқы күнінен бастап бала қандай сөздерді естиді, қандай дыбыстарды естиді, ол соны бірден қабылдай бастайды. Сондықтан, мысалы, есіңізде шығар, біздің ата-әжелеріміз Ф, Ц деген орыс әріптерін айта алмайтын, не? Себебі оның өскен ортасында, ата-анасының ортасында ондай дыбыстар болмаған. Ал дәл қазіргі біздің қолданысымызда ол дыбыстар бар. Яғни бала сол сәтінен бастап, енді бұны кейде ағылшын тілінде silent period дейді, үнсіздік кезеңі дейді. Бала, яғни 1 жастан бастап 2 жасқа дейін, кейде 3 жасқа дейін сөйлемей қояды, бірақ ол оның ештеңе түсінбейді дегенін білдірмейді. Ол оның реакция білдіреді, яғни я ма жоқ па, барасың ба, біздер біртіндеп қолданамыз, сөйтіп үйрене бастайды. Ал үлкен адамдарға келетін болсақ, бұл үнсіздік кезеңі 2 аптадан бастап 2 айға созылады екен. Яғни бізге келетін тіл үйренушілер дәл сол жағдайды басынан өткереді, кішкентай бала күніндегі сияқты, ол келеді, тіл үйреніп бастаған кезде ода мынандай қиындықтар болады. Дыбыстық толқындарды ажырата алмау, мысалы, дыбыстардың арасын ажырата алмау деген секілді. Ол адамдар үндемейді, бірақ пассивно түсінеді, жалпы не айтып отырған қатыса алады. Яғни біз тіл үйреткен кезде осы бір нені ескеруіміз керек шығар. Яғни психологиялық жағдайын. Стивен Крашен өзінің еңбегінде былай деп жатыр, ол қазіргі екінші тілді үйрету бойынша мықты теоретиктердің, ғалымдардың бірі. Ол кісі былай деп айтады, бала адам кішкентай күнінде қандай тілді үйрену кезеңдерінен өтсе, яғни кішкентай күнінде ол дыбыстарды уілдеп айтып үйренді, сөздерді айтты, мен кішкентай сәбиді қарайық, сосын біртіндеп сөйлем құрастырды, тағы басқа. Үлкен адам да дәл осы кезеңдерден өтеді екен. Яғни ол біз берген материалды бірден үйреніп алып кетпейді, сондықтан бізге шыдамдылық керек. Одан кейін осы жерде айта кетейін, егер ана тіл тұрғысынан қарайтын болсақ, баланың тілді үйреніп қалыптасуы 7 жасқа дейін қалыптасып болады екен. Ал жалпы осы қазақ тілді үйренгісі келіп жүргендер, осы тілді меңгеру үшін неден бастау керек? Ғаламтордан ізденіп, қандай да бір әдістемелерді қарау керек па? Жалпы осы жөнінде айтып өтсеңіз. Негізі біздер әдістеме деген кезде біз оны бірнеше бөлікке бөлуіміз керек шығар. Мысалы, балабақша, кішкентай балалар көбіне визуалды қабылдаған жақсы көреді. Оларға ән, мультфильм, кино, әртүрлі иллюстрациялық суреттер, олар солар арқылы қабылдайды. Соның жас ерекшелігін ескеруіміз керек шығар. Неге біздің балаларға, кішкентай балалар ютубты қарап, ютубтың әсерінен не тілі ағылшынша шығып жатыр? Мен өзім жағдайымда да солай болды, кішкентай қызым ағылшынша. Не орысша шығып жатыр? Себебі ол жақта көретін контент, қабылдайтын мазмұн, ол не орысша, не ағылшынша. Сондықтан ол балалардың сұранысы сондай болғандықтан, меніңше біздің өз арамызда сол кішкентай жастағы балаларға арнап контент жасайтын блогерлар керек шығар. Керек әрине шығар емес. Мультфильмдер арнайы. Мысалы, Татарстанда, өзіміздің көрші мемлекетте, олар татар тілін үйрету мәселесі бойынша арнайы мультфильмдер дайындады. Яғни ситуативті. Қонаққа бару, бір нәрсе сатып алу, туған күн кешіне бару деген сияқты. Одан басқа ситуациялық жағдай жасап, оқиға арқылы, кейіпкер арқылы балаға көрсету. Енді орта буынға келетін болсақ, енді мектеп жағдайында үйренеді. Ол жастағы балаларға өздігінен үйрену қиын, бір әдісті алып ол себебі олар әдіске анализ жасай алмайды. Бірақ оларға жаңағыдай контент керек. Мүмкін комикстар қазақ тілінде, жаңа цифрлық контенттер, мүмкін
мобильді ойындар, приложениялар, ойындар, иә, балалар жақсы көреді ғой. Мысалы, сол қазір сұраныстағы ойындарды қазақ тіліне аудару. Мысалы, қазақ тіліне, мысалы мен бір рет байқадым, мысалы Майнкрафт деген секілді ойындардың қазақша блогерлардың жүргізіп жатқаны, оны да қарайды. Егер сұраныс болып тұрса, сол сұранысқа сай біз айла жасауымыз керек. Енді жоғарғы өзім үйренем деп жүрген адамдарға келетін болсақ, егер олар мұғалім емес, педагог емес, қарапайым адам болатын болса, олар алдымен нені ұнатады, ол қандай типтегі адам. Бір адамдар болады, сериалдар болды ғой, мысалы түрік сериалдарын көптеп қарап түрік тілін үйреніп алғандар, иә. Сол секілді, егер сен кино көргенді жақсы көрсең, сериалдар, онда сол арқылы тілде қарау керек және үйрену керек. Немесе сіз кітап оқығанды жақсы көресіз, сол арқылы. Немесе сіз болады кейбіреулер ән тыңдайды, иә. Сен күн ұзаққа жаңағы құлаққапты киіп алып ән тыңдайды екенсің, онда қазақша әндерді тыңдай баста, иә. Сөйтіп құлақты үйрету. Егер педагог емес болатын болса, енді педагог болатын болса, әрине ол баланың деңгейін анықтап, соған сай материал беріп оқыта бастайды. Біз енді қарапайым әр адамның бойындағы. Одан кейін ең басты нәрсе шарт ол қорықпау. Қорықпау, яғни бір-екі ауыз сөз болса да сөз қолдануға қорықпау, сөйлеу. Бізде болады, өкінішке орай қоғам дұрыс қате сөйледің, акцентін дұрыс қоймадың деп бірден сынай бастайды, бірден сөйлеп тұрған адамды түзейді. Ал мысалы шетелдік азаматтарды қарап отырсаң, сен қанша қате сөйлеп тұрсан да, ол сені қолдайды, сенімен бірге қуанады, құрметпен сені аяғына дейін тыңдайды. Сондықтан бұл жерде біздің қоғамның да қатынасын тіл үйренушіге, ол біздің біріншіден ол азаматтар, біздің азаматтар осы жақта дүниеге келді, отбасындағы жағдайына, енді қалыптасқан өзінің аумақтағы жағдайына кінәлі емес, бірақ ол адам тіл үйренем деп, қазақ тілінде сөйлем деп талпыныс жасап жүрсе, онда біз бәріміз көптеп қолдауымыз керек. Неге? Мысалы, кішкентай бала ең жақсы әдіскерлер бұл ата-аналар. Неге? Себебі кішкентай бала жаңадан сөйлеп бастап атқан кезде оған ешкім күлмейді үйде, отбасында күлмейді. Керісінше бәрі қуанып, бүгін бір сөз айтты деп, бір-бірінен сүйінші сұрап, оны бірнеше рет айтқызады, балаға. Үйдің жағдайы сондай ғой. Сол секілді үлкен адам да, ол да адам, ол да бала. Сондықтан оған да енді біз сүйінші сұрамағанымызбен оның қолдауымыз керек. Қазіргі таңда қазақ тілінде неологизмдер кеңінен пайда болып жатыр. Жалпы шала қазақша сөздер де кеңінен тарауда. Сіздің ойыңызша осы пікірмен келісесіз бе? Меніңше біз жерде неологизм дегенде нені түсінеміз деп ажыратуымыз керек шығар. Біздер көбіне, мысалы, құжат тілдерінде аударма өте көп. Әсіресе техника бағытында, құжат тілдерінде, сосын мысалы банкинг жасағанда, банк жұмыстарын, олардың бәрі құжат тілі ғой енді. Аударма тілдер, біріншіден құжат алдымен орысша дайындалып алып, енді ол ешкімге немес жасырын нәрсе емес, сосын қазақшаға аударылады, орысша дайындалып. Содан кейін оның аударма тілі болғаннан кейін қазақ тілді адамға ол түсініксіз көбіне. Мысалы, кейде мен өзім жолдасым кәдімгі қазақ ауылда өскен, кейде құжатты оқиды да сұрайды, мен ештеңе түсінген жоқ мына қазақша құжаттан дейді да, сен осыны маған аударып берші, кәдімгі біздің өзіміздің тілге түсіндіріп айтып берші. Сонда ойлаймын, кейде біздің құжат тілдері аударамыз деп кәдімгі күнделікті тілден аса алшақтап кеткен сияқты. Тым көп аудармаларды қолданып, түсініксіз жағдайға жеткізіп алған сияқтымыз, Ол бірінші мәселе. Екінші мәселе, бұл тағы да психологиямен байланысты. Мысалы, құрылыс заттарына, базарына барсаң, көп құрылыстың атаулары қазақша емес, Соны амалсыздан сен оны орысша атауларын атай бастайсың. Яғни адам өзі не нәрсенің атауын қазақша білмесе, оның басқа баламасын іздей бастайды. Не орыс тілінде, не ағылшын тілінде, психологиялық тұрғыдан. Осы халық қандай сөздер қолданып жүр, сол сөздерді беру. Сонда ол кісі күлкіге қалмайды. Екіншіден, оның айтатын әңгімесі сол халыққа да түсінікті. Сіздің көзіңізше, жаңа Қазақстан қандай болу керек? Жаңа замандағы Қазақстан ол ұлттық мүддеге қызмет ететін, біздің Евразиядағы алатын орнымызды шегелеп көрсететін, мен оған сенемін. Азаматтық қоғам, демократиялы қоғам болу керек деп ойлаймын. Әр адамның пікірі есептелген, білім сапасы өте жоғары деңгейде болу керек деп ойлаймын. Себебі білім сапасы ол білімнің сапасы, оның құндылығы мемлекеттің алға қарай дамуына мүмкіндік береді. Бізде көптеген жағдайлар жасалып жатыр. Болашақ бағдарламасы болсын, университеттер, әртүрлі жағдайлар жасалып жатыр. Осы бағытымызды жалғастыра берсек те мүмкін адаспаспыз. Және мемлекеттік мүдде болғаннан кейін қазақ тіліне де кешенді жаңағы көңіл бөлінсе. Біз өкінішке орай асығамыз.
бүгін жасасақ ертең нәтиже көрсетуге тырысамыз. Мысалға қазіргі Қытай экономикасының гүлденуі олардың 70-80 жылдары білім саласына жасаған реформаларының нәтижесі. Яғни олар 30-40 жылда осы нәрсеге келіп отыр. Ақсұлу ханым, сұхбатыңызға рахмет, күніңіз сәтті өтсін.